Hello children, how is it going? Now let's begin today's new lesson. Module 1, Children's Games 1 on pages 5. Қайырлы күн балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Кітабымыздың 5-ші бетін ашамыз. Kazakhstan in the world of sport, яғни Қазақстан спорт әлемінде деген жаңа тарауды бастаймыз. Яғни бұл тарауда біз тек қана спорт туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше бірінші жаттығуға қараймыз. Exercise 1. Look at the pictures. Which is a team sport? Which is an individual sport? Is there a sport you can play really well? Яғни суретте бізде футболдың суреті және де теннистің суреті тұр, иә? Бізде теннис is an individual sport and the football is a team sport. Яғни біреуі жеке спорт түрі және екіншісі топпен спорт түрі, иә? Солай жазып аламыз. Next exercise 2. Listen, point and repeat. Яғни тыңдаймыз және қайталаймыз. Яғни ойындардың түрлері балалар. Play hopscotch. Play hopscotch. Классикалық ойын. Play tag. Play tag. Қуаласпақ ойнау. Play hide and seek. Play hide and seek. Жасырынбақ ойнау. Have a sack race. Have a sack race. Қаппен жүгіру, секіру жарысы. Play blind man's buff. Play blind man's buff. Соқыр теке ойнау. Play leapfrog. Play leapfrog. Секірме ойнау балалар. Осы жаңа сөздерді қайталаймыз, тілімізді жаттықтырамыз. Next exercise 3. Talk with a friend. Яғни досымызбен сөйлесеміз. Бізге үлгі ретінде көрсетіп қойған, соған қарап, ұқсастырып, жаңа сөздерді пайдалана отырып сөйлем құрастыруымыз керек. I sometimes play hide and seek with my friends. Мен кейде достарыммен жасырынбақ ойнаймын. I don't. Мен жоқ. I play tag with my friends. Мен достарыммен қуаласпақ ойнаймын дейді. Яғни балалар, осылай өздерің достарымен қандай ойын түрлерін ойнайсыңдар, соны сөйлем құрап жазуымыз керек. Және де екінші досымыз соған жауап береді. Я мен де ойнаймын, мен ойнамаймын, мен басқа ойын ойнаймын деген секілді осы сөйлемдерге ұқсастырып жазуымыз керек балалар. Exercise 4. Read, find some more funny sports facts, present them to the class. Оқимыз және де қызықты спорттық фактілерді табамыз және оны сыныпта талқылаймыз дейді, айтамыз. Яғни мынау фактілерді аударып көрейік. Alan Shepard played golf when he went to the moon in 1971. Alan 1971 жылы айға барып гольф ойнаған. It's a bad luck to wear yellow clothes when you play tennis. Яғни теннис ойнағанда сары түсті киім кию бұл сәтсіздікті алып келеді. A chef won the first Olympic Games in ancient Greece. Ежелгі Грецияда бірінші олимпиадалық ойында аспазшы жеңген. Football is the most popular in the world with over 4 billion fans. Яғни әлемдегі ең атақты спорт түрі бұл футбол және оның 4 миллиардтаған көрермендері бар. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.